Қайырлы күн, құрметті достар, сіздермен бірге мен Арай Мұратова. Бүгін біз NW Airlife компаниясының маркетингімен танысатын боламыз. Ең бірінші маркетингті айтпас бұрын компанияның осындай 3 түрлі пакетіне тоқталып өтейік. Ең бірінші пакет бізде плюс пакеті, ол $219 тұрады. Элит пакеті бізде $339 тұрады. Элит плюс турбо пакеті $589 тұрады. Енді бір пакетті алғаннан кейін біз оған не аламыз деген сұраққа мен жауап беріп өтейін. Егер де плюс пакетін алатын болсаңыз, сіздің жеке travel шотыңызға сразу же 60 loyalty points сізге түсіп тұратын болады. Яғни бір loyalty points деп отқанымыз, ол бізде $1 шақ. Яғни 60 балл сіздің жеке travel шотыңызға түсетін болады сразу же. Элит пакетін алатын болсаңыз, сізге $120 loyalty points түсетін болады. Элит плюс турбо пакетінде егер 589-ға алатын болсаңыз, сізге $490 сразу же сіздің жеке travel шотыңызға түсетін болады. Сіз оны сол путешествияға немесе лайфстайл молға жұмсасаңыз болады. Түсінікті, да? Енді бұл пакеттердің артықшылығына, енді айырмашылықтарына тоқталып өтейік. Плюс пакетінде сізде кішкене ограниченный доступ болады. Круиздарға, яғни проживанияға, отельдарға и горячий предложенияларға сізде кішкене ограниченный доступ болады. Бізде платформа по подписке работает, яғни подписка бойынша жұмыс жасайды. Netflix, Яндекс плюс, да, подпискамен жұмыс жасайтын біз приложенияларды білеміз. Немесе біздің монтаждайтын CapCut сайтымыздың өзінде де барлық мүмкіндігін қолдану үшін біз абонплата, яғни ежемесячный плата жасап отырамыз. Сол сияқты бұл жерде де ежемесячный платеж бар. Яғни сіз подписка $60 плюс пакетіне сіз $60 төлейсіз. $60 сіздің аспанға кетпейді, ауаға кетпейді. Ол сіздің жеке шотыңызға жиналып отыратын болады. $60 каждый месяц өзіңіздің шотыңызға жиналып отыратын болады. Элит пакетінде сіз $120 төлейтін боласыз ай сайын. Ол сіздің шотыңызға сол $120 болып түсіп отыратын болады. Элит плюс турбоның бір артықшылығы, бұл жерде сіз также $120 төлейтін боласыз, бірақ сіздің шотыңызға, жеке шотыңызға бұл X2 болып, яғни $240 болып сіздің шотыңызға түсіп жиналып отыратын болады. Плюс пакетіне қарағанда элит және элит плюс турбо пакеттерінде бізде неограниченный доступ к платформе Travel Advantage және де Lifestyle молға неограниченный доступ болады. Сосын доступ сіздерде 2 миллионнан астам туристический сделкаға доступ ашылады. Солай. Ал егерде наерде мысалы Elite плюс турбо пакетінде $240 ай сайын салып отырдық и 1 жыл бойы жинадық деп алып қарайтын болсақ, бізде 1 жылда бұл жерде $3120 жиналып қояды екен. Loyalty points, яғни балл лояльность жиналып қояды. Сіз оны өзіңіздің путешествияңызға құртсаңыз болады. Кеміне 2-3 рет шетелге шығып қайтуға болады 1 жылдың ішінде. Немесе сол брендовый одеждаларға, яғни брендовый сағаттарға құртсаңыз болады. Пакет бойынша барлығы түсінікті деп ойлаймын. Енді дальше кеттік. Енді біз компанияның мүмкіндіктеріне тоқталып өтейік, яғни маркетингіне. Ең бірінші бонус түрі бізде бонус личного приглашения деп аталады. Яғни сіздің реферальный ссылкаңыз бойынша, сіздің атыңыздан егер адам келетін болса компанияға, ол адам элит плюс турбо пакетін сатып алатын болса $80, элит пакетін сатып алатын болса $40, плюс пакетін сатып алатын болса бізде $30 сізге берілетін болады. Яғни қанша адам шақырсаңыз да өзіңіз білесіз, неограниченный доступ, яғни өзіңіз білесіз қанша адам шақырсаңыз да. И әр пакеттен өзінің определенный реферальный бонусы түсіп отыратын болады сізге. Бұл жерде барлық түсінікті деп ойлаймын. Келесі бонус түрі бізде бонус быстрого старта деп аталады. Бұл бонусты біз алғашқы 3 аптада ала аламыз. Яғни сіз тіркелген кезде, тіркелгендегі бірінші алғашқы аптаңызда сіз өзіңізден 2 адамды жазатын болсаңыз, сізге дополнительно реферальный бонустан бөлек $150 сіздің жеке шотыңызға түсетін болады. Егер де сол действияны екінші апта тағы қайталап, тағы 2 адам жазатын болса, тағы $150, үшінші апта тағы $150 түсетін болады. Егер де осы действияны 3 рет қайталайтын болса. И в общей сложности қарап тұрсаңыз, 3 аптада дополнительно $450 ақша табуға болады. Бір айтып кететін жайт, бірінші апта, мысалы сіз 2 адам жаза алмадыңыз, бірақ екінші аптада сіз 2 адам жазсаңыз, сізде бұл бонусты бір рет қана алу мүмкіншілігі бар. Яғни 3 апта сізде ашылмайды, тек қана 1 апта ғана алуға болады. Келесі бонус түрі бізде бонус строителі деп аталады. Бұл уже статусқа байланысты. Бізде компанияда 19 түрлі статус бар. Ең алғашқысы Silver, ең соңғысы Black Royal деп аталады. Silver статусында сіз болдыңыз делік, Silver статусына жеттіңіз.
И сөйтіп сізде тағы да бір личный приглашенный бір адам жаздыңыз компанияға, иә, сіздің реферальный ссылкаңыз арқылы. Ол жерден сіз $80 алдыңыз, и дополнительно сіз Silver статусында болғаныңыз үшін тағы дополнительно $20 түсті. Егер Elite плюс турбо пакетін сатқан болсаңыз. Немесе ол адам Elite пакетіне алатын болса, Elite пакетін сізге дополнительно $80 үстіне тағы $10 түсетін болады. Немесе плюс пакетін сататын болсаңыз $5 түсетін болады. Түсінікті, да? Давайте салып қарайық. Jet статусында деп алып қарайық. Сіз Jet статусында сіз бір личный приглашенный адам шақырдыңыз компанияға, бұл жерден $80 алдыңыз и дополнительно тағы $100 алдыңыз. Сонда шақырған адамыңыздан сіз $80 емес, уже $180 алып тұрсыз. Әдемі, иә? Сосын тағы бұл бұл бонустың тағы бір күшті моменті бар. Яғни сіз Jet статусында болсаңыз, допустим, сіздің командаңызда бір Silver статусындағы бір адам бар делік, иә? Сол Silver статусындағы адам өзіне бір адам тіркейтін болса, яғни Elite плюс турбо пакетіне, ол өзінің дополнительно $80-дан бөлек өзіне $20 алды, яғни $100 алды, иә? Бұл жерде сізге не түседі деген сұрақ қой. Сіз бұл жердегі разницаны аласыз. Яғни $20 мен $100 аралығында $80 разница же, сол $80 сіздің шотыңызға түсетін болады. Әдемі, иә? Кеттік дальше. Бұл жерде де түсінікті деп ойлаймын. Егер түсініксіз болып жатса, немесе сұрақтарыңыз болса, маған жекемен шықсаңыздар болады, барлығын түсіндіріп, разбор жасап беретін боламын. Хорошо? Кеттік дальше. Келесі бонус түрі бізде бонус повышение деп аталады. Бұл бонусты алу үшін сіз Gold статусында болуыңыз керек. Бұл жерде дополнительно $600 алуға болады. Бірақ оның условиясы қандай? Яғни сіз командаңызбен бірігіп жүріп, бір аптада 36 балл жасайтын болсаңыз, регистрационный балл жасайтын болсаңыз, сізге осы $600 алуға мүмкіндік бар. Ол балдарды біз қайтып жинаймыз. Яғни бізде плюс пакетінде бізге 3 балл береді, Elite пакеті бізде, Elite немесе Elite плюс пакеті бізде 6 балл беретін болады. Яғни продажа жасайтын болсаңыз 6 балл алып отырасыз. Еш командаңызбен бірігіп жүріп, бір аптада оның условиясы понедельник күні таңғы сағат 10-нан келесі понедельникке дейін сізде ровно бір апта болады. Сол аптада сіз 36 балл жасайтын болсаңыз, сізге компания $600 түсіретін болады өзіңіздің личный счетыңызға. Егер сіз платинум статусында болатын болсаңыз и командаңызбен бірігіп жүріп 72 балл жасайтын болсаңыз, сізге тағы да $1200 түсіретін болады үстінен. Күшті, иә? Келесі бонус түрі бізде пассивный доход от абонплат деп аталады. Бұл блогерларға, travel блогерлар үшін өте күшті бонус түрі деп ойлаймын. Енді біздің айттым ғой, платформа подпискамен жұмыс жасайды. Яғни каждый қолданып жатқан адам, әр адам ай сайын подпискаға төлеп отырады, правильно? Ақша. И сол абонентский платадан, яғни сіздің өзіңізде лично шақырған 10 мен 25 адамның аралығында болса, и каждый адам подпискаға ақша төлеп отыратын болса, и сол каждый ежемесячно төленген абонплатадан сізге 10% сізге түсетін болады. Командаңызда жеке шақырған, өзіңіздің лично шақырған адамдарыңыздың саны 26 мен 50 адамның аралығында болса, олардың абонплатасынан сізге 15% түсетін болады. 51 мен 100 адамның аралығында болатын болса, сіздің сол ежемесячный подпискадан 20% сізге түсіп отыратын болады. 101 адамнан асатын болса, егер лично шақырған адамдарыңыздың саны, онда 25% ала аласыз. Түсінікті деп ойлаймын, иә? Келесі доход түрі бізде пассивный доход двойной команды деп аталады. Бұл жерде статустыға байланысты. То же самое, мысалы, сіз Silver статусына жету үшін сізге лично приглашенный Elite немесе Elite плюс турбо пакетіне 3 адам болу керек. Сол кезде сіз безоплатник болу аласыз. Ол қалай? Яғни сіз Silver статусына жеткен кезде сізге күніне $4 сіздің шотыңызға түсіп отыратын болады. Айдың соңында сізде бір айда, яғни $4 санайтын болсақ, бір айда сізге $120 уже шотыңызға жиналып тұрады екен. Яғни бұл $120-ды біз сразу же біздің подпискамызға, яғни компания өз алып қалатын болады. Өйткені бізде подписка все равно қай статусқа жетсек те бізде подписка жүріп тұрады. Сол үшін $120 компанияға кетеді, и сіз безоплатник боласыз. Gold статусына жеткен кезде, яғни сізде өзіңіз тікелей шақырған немесе командаңызбен бірігіп шақырып жүрген 12 адам болу керек, 6 человек справа, 6 человек слева деп. И сол кезде сізге күніне $10 төленіп отыратын болады, и бір айда сізге $300 сіздің личный счетыңызда жиналып отыратын болады. Это пассивный доход. Командадан келіп отқан сізде пассивный доход Gold статусында. И сөйтіп кете береді, мысалы Jet статусында сізде бір айда
$1200 пассив түсіп тұрады ай сайын, ойлаңызшы. Немесе бізде Рубин статусында сізге $9000 түсіп тұрады, и солай кете береді. Әдемі, дальше кеттік. Келесі бонус түрі бізде автомобильный бонус деп аталады. Яғни бұл бонусты алу үшін сізде 3 веткаңызды қосқан кезде сізде 300 балл жинауыңыз керек. Яғни каждый веткаңызда кеміне 100 баллдан артық болу керек. И сол кезде сізге ашылатын бонус түрі. Сосын сізде екінші условие, сізде автомобиль Audi немесе BMW немесе Mercedes маркасы болу керек. Сосын оның жылы 5 жылға кем болмау керек. Яғни бізде қазір 2025 болса, ол 2020 жылдан басталған, яғни сол жылдан новее болу керек. Түсінікті, да? Сосын сіздің машинаңызда, яғни автокөлігіңізде MW Airlife наклейкасы болса, сізге компания $500 айына төлеп отыратын болады. Егер ол наклейка жоқ болса, $250 наличными беріп отыратын болады. Бұл жер түсінікті деп ойлаймын. Келесі, бізде единоразовый бонусы за достижение ранга деп аталады. Яғни сіз определенный статусқа жеткен кезде сізге единоразовый осындай подарка беріледі, сыйақы беріледі болады. Мысалы, қарап тұрсаңыз, платинум статусына жеткен кезде $300 ваучер на Life Experience берілетін болады, Jet статусында президентский отдых берілетін болады, Рубин статусында сіз компанияның основателімен кездесуге барасыз Майамиға. Бұл жерде перелет, 5-звездочный отель, барлығы все включено. Плюс еще карманный расходыңызға, өзіңіздің жеке расходыңызға $2000 от компании берілетін болады. Diamond статусына жеткен кезде $15000, Triple Diamondқа жеткен кезде $25000, Black Diamondқа жеткен кезде роскошный автомобиль сыйлайды, Royal статусына жеткен кезде $150,000 ақша береді, Double Royalға жеткен кезде $200,000, Triple Royalда суперкар, Blue Royalда $500,000, Black Royalда дом на $1,000,000 берілетін болады. Күшті. Сосын компанияда осындай сыйлықтар бар, признание деп аталады. Яғни сіз $100,000 артық ақша тауып бастаған кезде сізге компания осындай перстень береді, алтын өзінің бриллианттарымен осындай әдемі перстень береді. Бұл перстень, бұл адам $100,000 артық ақша табады деген сондай перстень. $500,000 артық ақша тапқан кезде, $500,000 жеткен кезде сізге осындай Rolex сағатын беретін болады. $1,000,000 тапқан кезде сіз миллионерлар клубына кіретін боласыз, және де осындай перстень беріледі. Бұл перстень, бұл адам долларовый миллионер деген перстень. Осымен біздің маркетинг тамам. Түсінбеген жерлері болса, немесе сұрақтар болатын болса, маған жекеме шығып қойсаңыз болады, немесе консультация сөзін жазсаңыз, мен сізге толығырақ подробный разбор маркетинг жасап беретін боламын. Сіздермен болған Арай Мұратова. Көріскенше, қош, сау болыңыздар.